Кайырлы күн, сіздермен бірге ләззат. Бүгін жидектер қосылған пирог дайындайтын боламыз. Ең алдымен қамырымыздың қоспаларын қосып, жұмсақ қамыр елеп алатын боламыз. Дайын болған қамырымызды шамалы уақытқа тындыруға қоятын боламыз. Қамырымыз дайын болғанға дейін салмасын дайындайтын боламыз. Біздің қоспаларымыздың бәрін қосып, бір келкі болғанға дейін толық араластырып алатын боламыз. Мұқият болыңыздар, барлығы бірдей толықтай араласуы тиіс. Салмамыз толық араласқаннан кейін жидектерімізді салып, толықтай араластырамыз. Қамырымызды формамызға бір тегіс етіп салып, шанышқының көмегімен тесіп шығатын боламыз. Келесі кезекте салмамызды салып, пешімізде 180 градуста 30-40 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Мінекей, бізде осындай керемет пирогымыз дайын болды. Формамыздан суығаннан кейін шешетін боламыз. Сіздермен болған ләззат. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ас болсын.